Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге денсаулықты сақтау үшін лақтырып тастау керек заттар туралы сөйлесетін боламыз. Ең бірінші зат ауаға арналған хош иісті спрей. Оларда үлкен мөлшерде адамдарға қауіпті химиялық заттар бар. Үйдегі иіспен проблема туындаса, онда оның шығу көзін іздеңіз және аэрозолдарды шашудың орнына соны жойыңыз. Екінші, газдалған сусындар, содалы және әртүрлі дәмді колалар. Бірақ әрдайым есте сақтаңыз, кез келген газдалған сусынның құрамында жасанды тәтті, зиянды екенін ғалымдар дәлелдеген. Ішкіңіз келсе су ішіңіз. Егер сіз тәтті бірдеңе қаласаңыз, онда табиғи шырын ішіңіз. Үшінші, ескі кроссовкалар. Егер сіз спортпен айналысатын болсаңыз, онда спорттық аяқ киім өте маңызды екенін білесіз. Алайда кроссовка өмірі 6 айдан аспау керек, әйтпесе аяғыңыздың қышыма қотыр пайда болуы мүмкін. Ескі тіс щеткасы. Әлемдегі барлық стоматологтардың пациенттерге ай сайын тіс щеткасын ауыстырып отыруға кеңес береді. Артық заттар. Барлығы да мүлдем пайдаланбайтын немесе өте сирек қолданатын заттар бар. Оған шаң басып артық орын алып жататын сыйлықтарды жатқызуға болады. Жыл бойы пайдаланбаған нәрселеріңізді тастай беріңіз, сатыңыз, ауыстырыңыз. Қалай десек те қажетсіз заттардан құтылыңыз. Тоңазытқыштағы ескі тағам мен азық-түліктен құтылыңыз. Пайдалану мерзімі өткен косметикадан. Егер осы заттардан құтылсаңыз, денсаулығыңыз ғана жақсарып қоймай, көңіл күйіңіз де өте жақсарып қалады.